Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін елімізде өте қуанышты хабар, қуанышты сәт. Міне Алланың қалауыменен осыдан 2 апта алдын Мұғжиза қайырымдылық қоры ең алғашқы үйін табыстаған болатын. Міне Алланың қалауыменен бүгін екінші үйімізді табыстап жатырмыз. Ол да бір сіздердің осы кәсіпкер ағаларымыздың қолдауларымен болып жатқан дүние әрине. Баршаңыз Аллах тағала разы болсын. Термизиден жеткен хадисте судың отты сөндіргеніндей садақада күнәларды жояды дейді. Ендеше амалымыздың барында қолымыздан келіп тұрған кезде садақа беріп күнәларымызды жояйық иншалла. Баршаңызға осындай істерді нәсіп етсін, амалдарыңызды иншалла Аллах тағала еселеп жазуын нәсіп етсін иншалла. Баршаңызға Аллах тағала разы болсын. Мұғжиза мына қайырымдылық қорына рахмет. Алланың нұры жаусын. Істеген қайырларыңыз Алладан қайтсын. Барлықтарыңыз сыйналарыңызға бақыт, денсаулық болсын. Әр уақытта істеген істеріңіз алға баса берсін. Алланың нұры жаусын. Мұғжиза қорына рахмет. Алланың нұры жаусын. Дендеріңізге саулық берсін. Алла разы болсын. Бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Бұрынғыдан өте күшті. Бұрын арманым еді осылай үй болу, шаңырақ қайтадан шаңырақ көтергендей болып тұрмын. Шын айтқан толық тұрмын, қатты сөйлеп. Мына жігіттерге рахмет. Осы жерде еңбек қылып күндіз-түні аянбай істеген. Олар семьясында бақыт болсын. Осындай ұл туғызған әке-шешелеріне рахмет. Тәрбиелеген. Иә. Қызығын көрсін өмірдің. Біз де мысалы Алланың жолын деп жүрміз бәріміз, Алланың құлымыз. Сол Алланың сүйікті ұлдары бола берсін. Әке-шешенің сүйікті ұлдары бола берсін. Рахмет. Жақсы, бәрі жақсы. Міне осы екінші үйімізді табыстап жатқан болатын болсақ, Алланың қалауыменен, Алланың жәрдеміменен үшінші үйімізде жүріп жатыр. Үшінші үйіміздің құрылыстары жүріп жатыр. Егер соған да атсалысамын десеңіздер, қолдан келгенше атсалыссаңыздар болады. Төмендегі нөмірге хабарлассаңыздар болады. Баршаңызға Аллах тағала істеріңізге, кәсіптеріңізге берекет берсін иншалла.